Бүгін бізде кедей өмір екінші бөлім. Тұрайын. Ойбай, сағат қанша болды? Ойла, сағат қанша еді? Сағат ойла. Қазір сағат 10-ды басылады. Тұр, қызым. Көшесің, сағат 10 болды. Тез енді. Менің формам қайға кетті. Таңғыз жолсыңыз. Шеміз ғой. Мама да сізді таңғыз жолсыңыз. Мама бүгін біз басқа дейін басақ бола ма? Киебімдір. Ой, бұл менің көкөз топас. Онда не дейін? Оның ішінде маңызды. Осы сүйерге жарасады. Мәсі маңызды. Мен сүйерге өзім таңдап бермесім емес, я? Мама, бізге бүгін стипендия түседі. Ой, жарайсыңдар қыздар. Өздерің гамбургер істей аласыңдар ма? Гамбургер неге өйткенде? Жарайды. Отырыңдар. Осыған. Қазір лаңғыданға сәл. Ой, қойын. Ой, сіңді. Сағат. Айтпашым өзгерім. Өзіп березайын. Қаландашым. Анасы. Бұл менікі деген таласпан. Мама, біз кеттік. Жарайсыңдар. Жүндір кетті бұл. Тез бәрі ерік әске шүген. Жүзсеңіз не ақтырсыңдар? Кеттік. Я кеттік. Сабақтың келесі. Ағай қачақ боламын. Я күндер. Я кешіп жүрсіңдер. Үйде қалған едік. Кітабымызды аламыз.
Qani alamız tez. Öyle mısın жазып келгендер әкелсін. Кәне пешін алды. Ағай екеумізді жарайсыңдар екеуіңге де жарайсың. Жарайсың сен де бар. Бүгін бізде өтетін тақырыбымыз айтпақшы, мен тапсырманы берейін. Мен сіздерге тест беремін, соған тест мындар. Сынаған. Ал қалғандарын үйден өзіңіз шығарыңыз. Мысалға бізде тоқтаңдар, міне бізде мысалға мынаны мынаны айтатын болсақ, Telegram Франси бірбәле деп атайды. Кім? Айсұлу сені. Ағай білмеймін. Білмейтіндер орындарынан тұрыңдар. Мен білмеймін. Мен де білмеймін. Тез жазба келеміз. Ал енді ағай, біз болдық. Бұлда да бар. Енді 83-ші беттегіні 83-ші беттегі 85-ші жаттығуды жазамыз. Жарайды. И одан тот бұрыш баштасыздар. Ағай,
финал болмаған смотреть записи. Я Слушай, пишешь. Өзіне тар шығарып қойшы. Мына. Қай болды? Мынау не? Шимаға? Неге шимақ? Айт тез. Шимақ. Бәрі дұрыстап кел. Қай болды? Бізде осы үш-ақ қыз жақсы оқиды. Сендер немене, ға? Быжырап отырасыңдар, а? Не деген қыз балдарсыңдар, а? Мына алдыда отқан үш қыз жақсы оқиды. Ағайын, мен де жақсы оқимын ғой. Мысалға, мына Айгерім, Айдана олар кім Айсұлудан көшіреді. Өйткені олар әпкелі сіңілі. Ағай, дұрыс па? Я, дұрыс отыр. Ағай, менікі дұрыс па? Дұрыс бәнді. Осылар болмаса қайтемен, а? Неге ауыздарыңызды ашып тұрсыңдар, жапсыңдар? Кім Айсұлу көтір. Ағай, дұрыс па? Жарайсың. Мен дом үстіне қойдым. Ал қоңырауырды екінші сабағымызды аламыз. Күнделікке үйде жазып алынған үйге 62-ші бет. Обайын тұқтандар. Қаншасыншы беті? 83-ші беттегі 12-ші жаттығуды орындайсыңдар. Жазыңдар. Сенің қарындасыңның алдында тұрады деп кім ойлаған? Бүгінгі үш қыз келгенге қояйын. Досымның өзі дарынды ажардың қасына қалада оқысын деп әкеп тастаған жоқ та. Менің өз ойым ғой. Ол жайында әкемнен мираспен де сөйлесіп. Иә, ақылдасып. Кешіріңіздер. Тезірек бір жұмыстарымызды аяқтап тастау керек. Осы жерде отырып тұрсам болады ма? Бірақ біз ашылғанда жарайды, отырсаң отыршы. Кофе ішесің бе? Иә, жақсы болады. Қазір әкеліп. Келесі сабақты аламыз. Әлсіреп шаршап тұрғаныңда не істеуге болады? Асутерраны ұшытыр. Асутерра ағзаны қалпына келтіретін табиғи минералдармен пайдалы. Асутерра өзіңді күн сайын керемет сезінудің формуласы. Ағай, олар егіз болса неге бірге жүргенін дейді?
Айжанның Айдана. Наконец-то большая распродажа в Астроне. Только до 30 января. Скидки до 80% на кровати, диваны, матрасы и подушки для здорового сна. Байкапы? ал одан кейін ішінде баяғы ауырлық Siz kışın тамақты susamında. жеп қойғандағы жайсыз сезімді басуға көмектескенде көмектеспес фискал м ал спортын жақсартуға арналған және хаттамада қарсаңыз Босқа тұрмада көтеліздер көтерін. Тоқсан төртінші беттегінің 94-ші бет 94-ші бет бірінші жаттығу жазамыз. баланы әкелген екенсің өзің қара ол баланың біздің отбасына ешқандай қатысы жоқ екенін ұмытпа шыдамыңда шегі бар ермек аға маманы жасатқанда мен бұл үйде тұрмас едім басым ауырып Өзінде сол неде бізге тиіскен сол өзінде. Естім ба? жақсы рахмет қалайсың Есімде сол. Есім жинақшылар деп ойлаймын. өкінішке орай Жылауық. Мамаға айтпер емесіңде. Айтсам айта ал. Жүгір бар, жүгір ал, жүгір бар. Айтса бар, неғып тұрсың? Үйге барған соң айтам. Айта бер бар, неғып тұрсың? Бүгін жоғалып бар. Ойбай-я. Өздерің жоғалтын да көздерің керек бар. Несілерге? қайта саған рахмет
Сөзім тынып қалды ма? Шолпан қайда? Базарға кетті. Мұнда не болып жатыр, а? Чай ішсін. Ажар онда астыңғы қарай тұрсын. Жоқ, мен қазір деканатқа баруым керек. Оқумен жұмысты бірге алып жүрген анасының сұраққа келген. Әйтеуір осыны шешесін қолдар болсын. Ма, сейчас менің кабинетімде. Сабырыңды айтесің, сол оқу орындарының ең үздік студенті Қазір ата-анаңға заңламасам болмайды дейсің әже, ғой. уайымдамаңызшы. Күнде күнде жүріп, Сізге сен әкені көмектесетін музыка қалай деймін. оқиятсың ғой. Мен үшін ең маңыздысы ғой. Алло, саламатсыз ба? Бұл кімнің ата-анасы екен? Қызық, Дария қайда кетіп бара жатыр? Не дейді? Баланы тастап кетті ме сонда? Ажар, бар. Кері қайттыш, шақыр. Сәуленің анасы ма екен бұл? Иә. Сіздің қызыңыз бүкіл мектептің қызын жылатып жүр. Жоқ, жаба осында. Қызым сен жолыңнан қалдың. Қазір оны неғып жылап тұр олар, а? Жұмысына бара бер. Сен жылатып дейді ғой сені. Тез келіңіз мектепке. Жарайды. Жылады ғой енді. Сені жиналысқа салатын боламын. Қалыңыз не білдің ба? оқиғалардан кейін Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сіз Сәуленің анасы емессіз ба? Мына қызыңызға не тәрбие беріп жүрсіз сіз, а? Мектеп мына университеттің барлық қыздарын жылатып жүр. Іште жылап отыр қазір, білесіздер ма? Менің қызым ондай емес, білесіз. үйден ішінен бір-бірлеріне жұмыс жасап Мен қазір көрдім ғой, итеріп жылатып жатқанын. Бәрі өздеріңіз тұраңыздар, жүріңіздер, бір жерге апарайын. Сәуле сендерді ұрып қатты ма? Иә, қазір мені бұлай шыпыдай итере салып шкафқа. Басым тиді, шыпыдан барлығымызды тұрғызды да итерді шкафқа. Білесіз ба сіз? Құдай күніге кетінақы бұл қыздарды шкафқа итеріп жатырады сіздің қызыңыз. Немене қызыңызға тәрбие бермейсіз ба? Қызыңызды аласыз да ол мектепке кетесіз. Жүріңіз. Айтпақшы, Басқа демалсаңшы. ана басқа мектепке барасыңдар енді сендер. Ұятқа қалдыңдар ғой, менің көзімше. Мынандай алып берді. Менің қызыма тиіспесе, бар өзің қызыңға. Жоқ, менің қызыма. Тиісуші болмаңдар менің қызыма. Сенің қызынан бері менің қызым ақылды. Қайдағын айтпашы. Жөнделіп кеттім. Мен қазір қайраттың қалдығын. Өзіңе сол керек. Өмір болды. Сіздер қалмай өтшедім. Жоқ. Мен бағана оянғам. Ажар ұйықтасын біраз. Кеш кетті ғой. Неге асыңдар? Мына екі қызбай, олар жан досыңызды ата-анасыңызды шығарамын дейді. Не? Қалай шабу? Онда жоқ.
жұмыртқада жоқ. Онда жаңадан екі бала келген деп тұрған. Үйге керекті барлық азық-түлік сатып алып. Жарайды. Біздер ханым. Ертең ана екі бала келеді. Ол соламын сендер қыз бала отырғызамын сендер. Мынау бұл қалай болған? Біреуді нақа отырғызамын. Нақа бала, нақа қыз, нақа бала, нақа қыз, нақа бала, нақа қыз, нақа бала, нақа қыз. Солай отырғызамын бәрін. Бізде екінші сабақ аяқталды. Қазір үйлеріңге қайтасыңдар. Тек әдебиет болады. Ержан, не болды қолың ауырып тұр ма? Сенің жасында ауыр заттарды көтерген қиын шығар. Анам қайда? Жазып алыңдар күнделіктеріңе. 64-ші бет. Сосын ана ректор келгенше маған терезе жууға көмектесші. Кеше ғана жуып жатыр еді ме? Бұл бұрында ғой Ержан-ау. Кафемізде өзіміз бастық, өзіміз қожайық. Ал қазір біреу жұмыс істе десе істейміз. Жұмыс істеймін немесе бар кете бер дейді. Осы бәрін тастап ауылға кетсек қайтында? Үйіміз бар дегенде бәріміз де сол жақтан қайда болатын сияқты. Мирастың қалада оқыған дұрыс. Мүмкіншіліктері де болады. Ақмаралда қалада оның үстіне ертең ғалымда қалаға көшіп келеді. Шынымды айтсам мен немерелерім мен балаларымның қасында ешқайда кеткім келіп тұрған жоқ. Онда бәрін басынан бастайық. Қалай? Мен жүрейін енді өстіп осылай. Қалдарыңыз қалай? Рашид сен ертеде жүрсің ғой. Иә. Сіздерге бір жаңалығым бар. Әлгі Айгүлді комиссия жындыханаға жатқызған болып шешіпті. Енді өмірінің соңына дейін сол жерде жатады. Оның шынды екен. Біз бір көргеннен байқаған жоқпыз ба? Қайдағы комиссия, Ержан? Қайдағы комиссия? Ол жанды болмаса біреуді мен өртейтін бе? Егер біз өліп қалған болсақ не істер еді? Ол тіпті мирасты да ойлаған жоқ қой. Ол енді уайымдамаңыздар. Сіздерге ешқандай қауіпсіздік болған жоқ. Айтпақшы әлгі жатақханада қалай тұрғансыздар? Ақырында үйреніп келе жатырмыз. Үкіметімізге рахмет. Бізді далада қалдырмай, басымызға баспана беріп. Сонда сен бір бөлмеде 4 адамның тұрып жатқанын ойландырмай ма? Есесіне құжаттарымызды қалпына келтіріп жатырмыз. Отырамыз тез. Әдейіп қалыңдар. Байғұс қыз документті, киімдер бәрі өтіріп кетті ғой. Қоймен маршалға көмексейін. Жаңағысы көрсетін себеп табылмады. Ал маған қарады. Осы ойыншықта қарады. Дария. Мама, сіз алдырған. Ал сабақ 20 минут өткенде. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар. Оның соңғы шын еді ғой. Ал пенсияның түсуіне әлі қанша уақыт бар? Сау болыңыз. Енді қызықсыз апа. Онымен жолыма керек. Жұмысқа орналасу үшін собеседование өту керек. Осы ешқайда Жазып аламыз күндеріңізге. Сен Жазып тағы алдық. қайда жиналдың? Деген тұр ғой, саған айтқандар ма? Иә? Иә. Баланың мұғай? Ұлпа қаласың? Біздің мынаны жеп жүр ғой? Дария,
Жабылсын. Ұлпанға біз ақша төлемесек те ол біздің қасымызда жүріп бізге көмектесіп жүр. Рахмет айтудың орнына не деп тұрсың сен? Біз соған не үшін айлық төлеу керекпіз? Ол біздің үйде тегін тұрып, тегін тамақ жеп жүр. Дария, мен тұрғанда Ұлпан жайында Құдай айтуға мен рұқсат етпеймін. Бұндай сөзіңді екінші айтып, естімейтін болайын, білдің бе? Ал ақшаны дәл қазір орнына қой. Сен ерте келіп алғансың. Сен кешқанқаға келдің, ноутбугыңды бұзып алғанын білесің ғой. Оның ішінде сабағыңа керекті барлық маңызды жұмыстары бар шығар. Оның аңғыны Мен сенің ойында түнмен ұйықтай алмай жүрмін. Мен ұйқыма саған. Сен шыққанға бер. Саған маған атқаныштым. Енді сабағыңды ойлана жақсы оқы. Алабай. Сен бір кітап беріп жіберіңіз, кітаптар бар, соны сендерге бердім деп тұр. Үйлерінде оқып, маған үйретіп әкеп берді, жарай ма? Сенің көңілің керек деген ойламын. Мына үшеуі бір кітап. Ертең мына кітаптарды беремін сендерге, жарай ма? Тағы біраз кітаптар бар, сендерге бар. Нұрбек, бізге алдыңғы кешеткен емтиханға көмектесесің бе? Кеше тағы қойып қоятын сияқтымыз. Қойып қыздар мамаға көмектесуіміз керекпіз. Иә, кеттік. Дәрі, төменді. Самат, ау, шымен, балаға қарамын. Билет алуға барамын, қыздар, ертең қайғы барады екен білесің бе сен? Алматыға. Біз Астанада тұрамыз. Иә, Алматыға барады ертең. Сен тыңдамайсың, баланың қасын жатшы. Сен болады, деме. Үшеуі де барады. Яғып тұрсына тез жүріңдерші. Тез жүр, тез бол. Есті аш. Тез жүріңдер. Өзіңіз жүрсеңізші, бізге ұрса бермей. Ей, жабы аузыңды, жүріңдер. Біле аламысыңдар сендер, мама қайғы барады? Мен ба? Бір жаққа барып келем. Қыздар, ертең сендер Алматыға барасыңдар. Не? Алматыға? Анашым, мен барғым келмейді. Барасыңдар дедік па, барасыңдар. Жарай. Қыздар мақұлды ғой, барыңдар. Киімдеріңді жинаңдар. Жарай. Бұл ақшам маманы. Сен жылы келмедің бе? Даланың ерекше суық болып тұр. Қана Ұлпан барақсы 2 сағат далада баламен жүріп үсіп қалған шығар. Әже, Айсұлтан далада ұйықтағанды жақсы көреді. Ұлпан апа болмағанда не істейді? Мен де соны айтамын. Ұлпанды Құдай жіберген ғой. Ол біздің отбасын өте жақсы көреді,
Мен екі жақта рең шығарғым келмейді, бірақ дарияға ештеңе жағармыз. Иә, мен бәрін көріп, біліп жүрмін ғой қызым. Бір жағынан оны да түсінуге болады. Ана інісін ойлап, уайымдап жүр ғой. Ал қолын жолынан қалмаса да оны кешіресің. Жарайды, әже. Алло. Ермек бала. Сәлеметсің бе? Аман есенсіңдер ме? Сен бүгін Осыны көрейік. Иә. Шынында осыны көріп отырайықшы. Немесе басқа нәрсе көреміз бе? Иә, басқа нәрсе көрейік. Билет тұра кел. Тағы бір билет алу керек. Саны деп жүрсің. Көп билет алу керек. төбетіңдер айналады. Жоғаш. Шайыңды тездетіп жүр. Қасымызда табылғандарға рахмет айналайын. Оны дегеніңіз Жазира ханым, бәрі жақсы болып берсін. Дәулетке операция жасайтын болып шешілді. Шекпенің соңынан ермек төлейін деп отыр. Оны дәл осы інісіне. Екеуміз туғандай болып кеттік қой. Туралап деген тәртіпте. Ермек, Бүгін ақ та ашық қалдым. баланы түсіндіріп, оған қолдау көрсетуге дайынмын. Бала, әкеліңіз бе? Жоқ. Сонда неге бардыңыз? Ой, билет алып қалдық. Дәулеттің де сауығының төмендегені қайраттың қазасына байланысты. Аталарым әлі тұрмаған ба? Кеш болды ғой уже. Тұр, Самат. Şimdi шай ішеміз болды ғой. Уақыт. Шық та баланы алда. Мынау барлық киімді алған ғой маған. Бір де киім қалдырмаған. Осымен жүрейін. Түсіндер. Ол Қолынан келгенін аямайды. қыздар, түсіндер бергендер. Иә, мама. Сенен қарындарың аш қалмасын, жарайым. Менің уайымым Жарай ма? соны іздеріп, Ал сен соныңге жақсы қарап жүр, жарайды. сол анасымен тұрса Ескей. жақсы болар. Мынау біздің еңбекпен тапқан ақша. Гаухарды болса, Жарайды. Сұлтан айтып қойыңыз. Түсіндер кеттік. Иә. Қазір мен азық түлік тамағымыздан сендер ойсақ алып отырып тыныш. Келін. Şimdi tam sesini duyar. Бүгін бізде
Сен құрбың айлананың серпін ақтырып шығаршы бақышы. Келіңдер таңғы асқа. Жарайды. Алып жүре ғой бала. Отырды. Таңғы астан алынды. Әркімнің өзіне жақсы көретін таңғы асын әзірледі. Вау, қандай әдемі. Қызынан қалқапсың, е? Жапшысың да үстінде. Айтпақшы, Самат қыздарын кетейін деп жатыр. Қыздар міне бір үйден алдапты. Ақылдым қыздарым менің. Қазір аш көндір, кәне? Қазір аш көндір. Дастархан. Анасы сөйтіп отырса, ұтысты жұпылыны кәне аш көндір. Билет пойызға мінесіңдер. Пойыз мен арманым ғой. Сендер пойызға мінетіндеріңді біліп алдым. Анашым сізді көреміз. Қане түсіндір кетіп ұйықтаймыз ал. Ертең тұрғыларын керексің сендер. Түсіндір. Бара береді. Аттаннан көреміз. Ай, жаным балам. Жата ғой. Бұл меніңкі. Мынау сенікі. Қашпын шықтырайын? Ой, сенде бір жата. Қандай жақсы болды пойызға мінеміз. Сендерді үштейтін болды ғой. Осымен жата берекші, Оны босатсаң, мамаңды тезірек үстесің. Білесің бе, аралығыңызда жақын екен. Достар, бізде екінші бөлім аяқталды. Үшінші бөлім күтіңіздер, тіркеліп лайк басып кетіңіздер.